Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін қызғалдақ сөмкесін тоқитын боламыз. Оған қандай заттар қажет? Бірінші соған тоқталып өтейік. Бізге мынандай полипропиленді жіп қажет болады. Бұл шамамен жарты мотоктан көбірек қажет. Одан кейін тоқыған сөмкеңіздің көлеміне байланысты. Менің тоқитын сөмкеме жарты мотоктан аса ғана кетеді. Одан кейін мынандай дайын кожа ремень керек болады, бауя сөмкенің мынандай дайын карабинімен. Одан кейін 2 кольцо керек болады. Міндетті түрде қайшы және бізге мынандай сөмкенің аузы дейміз, клапан. Осындай клапан керек болады. Бұл кожадан жасалған, өзі арнайы осындай тесілген. Бұл клапандарды осындай бір түстісі болады және осындай суретпен түрі де болады. Сурет салынған түрі кішкене қымбатырақ болады. Одан кейін арнайы тапсырыспен жасатсаңыз да болады. Және оған мынандай мен мынау клапанды, бір түсті клапанды алып, өзім суретін қолдан салдым. Бұл жуғанда кетпейді түсі. Және қолға, мынандай киімдерге ештеңеге жұқпайтын краскамен жасадым. Осындай сурет салуға да болады. Одан кейін осы клапанымызға мынандай кішірек замок алдым. Бұл замок, неге көріп тұрған болсаңыздар, кішкентай бұрандасымен, яғни шуруппен бұралады. Бұл мына кожаға былай киілетін болады. Оны жұмыс барысында көрсететін боламын. Мінекей. Одан кейін міндетті түрде қайшы керек болады. Және мен мынау жіпті 6-5 нөмірлі ілмекпен тоқитын боламын. Егер сізде 6-5 нөмірлі ілмек жоқ болса, 7 болмаса 6 нөмірлі ілмекпен тоқи берсеңіз болады. Одан кейін осындай жіптерді, трикотажды жіпті жасыруға арналған ине бар. Егер онда инеңіз жоқ болса, онда мынандай кіші нөмірлі ілмекті алып осымен жасырсақ болады. Олай болса, сабағымызды бастайық. Біз алдымен қажет емес, дәл қазіргі уақытта қажет емес заттарды кішкене арылыстырып қоямыз. Бізге дәл қазір тек ілмекпен жіп қажет болады. Бірінші біз сөмкеміздің табаны дейді ғой, асты. Соны тоқып аламыз. Ол үшін мынау жіп жалпы капризный дейді ғой, сондай жіптердің қатарына жатады. Бұл созылмайды. Сондықтан трикотажды жіп құсап, бос қып тоқып тастамаңыздар. Мінекей бұлай жіптің ұшынан, жіптің ұшы деп аталады, содан 15-20 см қалдырып кетеміз да. Ішімізді осылай қастырып, оның арасынан ілмегімізді өткізіп, осылай бір түйіндей аламыз. Енді келесі баған тоқимыз осылай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мынау бізде ауадағы баған деп аталады. Бұған тиіспейміз. Енді ілмегімізді бірінші бағанға тиіспейміз, екінші бағанның жоғарғы жібіне өткізіп, оған жұмыс жібін іліп, жұмыс жібі бізде бір баған тоқып аламыз. 1, екінші баған тоқимыз, 2, үшінші баған тоқимыз, 3, төртінші баған тоқимыз, 4. Мынау жерге біз енді 3 баған
тоқитын боламыз. Мынау соңғы бағанға. Мінекей соңғы жіп. Өзі ойық болып көрініп тұрады. Сол жерге біреу, екеу, мынау жіптің ұшын тартып отырамыз. Сонда мынау ойығымыз қазір бізде бітеліп көрінбей кетеді. Қатты тартамыз. Келесі зеркально дейді ғой. Біз бір бағаннан тоқыдық қой. Мінекей біреу, екеу, үшеу, төртеу тоқыдық. Сол сияқты мынау бірінші жіп, екінші жіп жабысып тұр. Сол жіптің арасынан ілмегімізді өткізіп баған тоқимыз. Біреу, екінші баған. Егер сіз көлемі үлкен болсын десеңіз, онда мынаны мысалға біздің жаңағы бірінші тоққан бағанымыз алтау болса, 8, 10 ары қарай кете береді, өзіңіз қалауыңыз бойынша. Үшінші баған тоқимыз. Мінекей мына жерде 2 баған тоқылып тұр. Енді біз бір баған тоқимыз. Дәл мынау сияқты болу керек қой бізге. Міне, сонда бір баған, 2 баған, 3 баған болып есептеліп, мынау 2 жіптің арасын жалғаймыз. Ол үшін алдыңғы бірінші баған мен екінші бағанның екеуін жалғап тұрған мынау қос жіп тұр ғой, мынау. Біреу, екеу. Соның астынан ілмегімізді өткізіп, мынау ауадағы жіпті іліп аламыз. Кішкене тартамыз. Түзеп аламыз да. Мына жерде бізде бір баған бар деп есептейміз. Мынау бағанағы ауадағы баған еді ғой, сол баған болып есептеліп тұр. Соның арасынан мына жіптің астынан өткіземіз да ілмегімізді. Соның арасынан ілмегімізді өткізіп аламыз. Оның арасынан өткізгенде мынандай 2 жіптің арасынан шығады. Енді соған мынау ауадағы жіпті іліп, мынау кішкене жұмыс жібін тартып аламыз, қысып. Бұл жерден жұмыс жібін өткізіп аламыз. Бұл бізде сонда екеуінің арасын жалғадық және бір баған тоқыдық. Міне, бір баған тоқып тастадық. Келесі 3 баған тұр ғой. 3 бағанның ортасындағысын тоқып тастадық. Енді шетіндегісіне 2 тоқимыз. Біреу, дәл осы жерге тағы да біреу тоқимыз. Сонда 2 тоқыдық. Түзеп қоямыз. Келесі бір баған. Бір баған. Мінекей ол бір бағандықтар өзі көрініп тұрғандай. Мына жақтан ілмегімізді салған кезде артынан да қарап отырамыз. Артынан 2 жіптің арасынан шығып отыру керек. 2 баған тоқыдық. Мына жерге 3-ші бағанымызды тоқимыз. Мінекей 3-ші бағанымызды тоқыдық. Енді мына жерде 3 баған қатар тұр. 3 бағанның біріншісіне 2, екіншісіне 1, үшіншісіне 2 тоқимыз. Яғни ол былай жүзеге асады. Біріншісінен жұмысты өткізіп алдық. Біреу, тағы да біреу тоқимыз. Дәл сол тесікке ілмегімізді салып, дәл сол жерден екінші рет өткізіп аламыз. Екеу. Келесі екінші баған, 3 бағандықтың екіншісі. Қарасаңыз өзіңіз ажаттас 2 жіптің арасынан көрініп тұрады. Бұл жерге біз бір баған ғана тоқимыз. Бір баған. Келесі үшіншісі, мына шетінде. Оған біз 2 баған тоқимыз.
мынау жіптің ұшы, бұны тартып отырамыз, сонда мына жерде ойық ашылмайды. Біреу, екеу. Ары қарай мынау жіпті қатты тартып, осыны жіптің арасында жасырып жіберсек болады. Жіптің ұшы ғой бұл енді бізге керек емес, сондықтан барынша қатты тартып, мынау ойық тесікті жаптық. Мінекей, тесігіміз көрінбей тұр. Жаптық, енді оны былай жіптің арасына жасырамыз. Мынаны алып, екінші қолымызбен ұстап отырамыз. Келесі бір бағандықтарды тоқимыз, сол кезде осылай арасына жасырып кетеміз. Біреу, мінекей, бұны да тартып отырамыз. Екінші, біреу, үшінші бір бағандық, тағы да біреу. Мінекей. Осындай дүние шығып жатыр. Келесі бізде үш бағандықтың ең біріншісі бар, мына жағында. Бұл жерге де екі баған тоқимыз. Мынау жіптің ұшын жасырып кетеміз бір жағы. Біреу, екеу. Енді мынау екі жіптің арасын дәл бағанағыдай жасырамыз. Мынау жіпті кішкене тартып аламыз, жұмыс жібін. Алғашқы және екінші бағаның ортасындағы қос жіптің астынан ілмегімізді өткізіп, оған мынау ауадағы жіпті ілеміз де осылай тартып өткізіп аламыз. Енді мына жердегі бір баған бар ғой, ең төбесінде тұрған. Сол бағанның арасынан екінші жағынан шығарамыз ілмекті. Екі жіптің арасынан көрдік. Мына кішкене жұмыс жібін тартып, екеуінің арасын былай қосып алсақ болады. Енді біз бұл жерге қос баған тоқайтын боламыз, яғни екі баған тоқайтын боламыз. Біреу, дәл осы жерге тағы да біреу. Сонда екеу тоқыдық. Мына жіпті кішкене қажетінше тарқатып босатып алайық. Келесі бізде қос баған тұр, екі ұяшық дейік. Бұларға бір-бірден тоқып шығамыз. Мынау бізде жіптің ұшы жасырылып жатыр. Мына жақта ешқандай ойық жоқ. Бір-бірден тоқып шығамыз. Сонда бір бағандықтан екеу тоқыдық. Келесі бір бағандықтан үшеу тоқимыз. Келесі бір бағандықтан төртеу, бір бағандықтан бесеу, бір бағандықтан алтау, бір бағандықтан жетеу. Келесі мына жерде біз екі баған тоқимыз, яғни ең төбесінде тұрған бір бағандықтан екеу тоқимыз бағандыққа. Біреу,
келесі екі бағандықтың біріншісіне біреу. Мынау бізде жіптің ұшы арасында тартып, бұны жасырып отырмыз. Келесі екінші бағандықтың екіншісі. Екі баған болып, бір бағандықтың біріншісі. Үш баған. Бір бағандықтың екіншісі. Бір бағандықтың үшіншісі. Екі. Бір бағандық. Мына қоспаған. Қоспағандықтың біріншісі. Қоспағандықтың екіншісі. Енді екеуінің арасын тағы да бағанағыдай жалғаймыз. Бағана көрсеткен, алдыңғы қатарда көрсеткен әдіс бойынша мінекей ортада қоспағанның біріншісінен ілмекті өткізіп аламыз арасынан. Оған ауадағы жіптірлік, енді жұмыс жібін тартамыз. Бір жағынан тартып, ортадағы жіптілік кішкене жинақтап аламыз. Енді оған жұмыс жібін іліп, баған тоқимыз. Бұл жерде тағы да бір баған тоқыдық. Енді қасына тағы да екінші баған тоқимыз. Яғни төбесінде тағы да екі баған тоқимыз. Қалғандарына бір-бір бағаннан тоқып шығамыз. Келесісі бір баған. Келесі тағы да бір баған. Яғни ең төбесінде тұрған бағандардың біреуінде ғана екі баған тоқимыз, қалғанда бір-бір бағаннан тоқып шығамыз. Екі бір баған. Келесі бізде қоспағанның біріншісі. Осы жерге екі баған тоқимыз. Біреу, екеу. Қоспағанның екіншісі. Бұл жерге бір баған. Келесі ары қарай барлығы бір-бір бағаннан кете береді. Арасы кішкене қатар шығып кеткен сияқты.
Бажымызды тарқатып алайық. Ары қарай бір бағаннан тоқи береміз. Тағы да ұзын болып кетті, кішкене қысқарта алайық. Енді екі жіптің арасын жалғаймыз. Бір қатар, екі қатар, үш қатар, төрт қатар, бес қатармен мен тоқтаймын. Екі жіптің арасын жалғаймыз. Егер сіздерде менікі сияқты жалғанбай бара жатса, лайфхак, мына жерге екі баған тоқып жіберсек болады. Екі қатты арасы ашылып кетіп жатыр. Мына жерге екі баған тоқып жібердім мен. Бірақ формасы бұзылған жоқ, бірдей болып тұр. Енді екі жіптің арасын жалғаймын. Екі жіптің арасын бағана көрсеткен әдіс бойынша жалғап отырамын. Алдыңғы қатарларда. Енді мына жерге тағы да екі баған тоқимыз. Бір баған. Яғни ең төбесіне екі баған тоқып отырамыз. Ұзарту үшін, ал қалғанның барлығы бір баған. Мен осы қатармен тоқтаймын. Маған ондай дәу қатты сумка емес, кішірек қана. Кіші көлемді сөмке керек. Мінеки қазір мынандай бұралған жерлерін үстіне сулы марлы қойып үтіктейміз. Сол кезде түзеліп кетеді қисайған жерлері, ашылған жерлері болса. Біз мына жақта екі қостық, енді дұрыс болды. Енді екі жіптің арасын жалғаймыз. Жіптің екінші басын тартып, екі жіптің арасын жалғап аламыз.
Енді мынау ортадағы екі баған тұр ғой. Екі бағанның ортасынан ілмегімізді кіргіземіз. Оған мынау ауадағы жіпті іліп, мынау кішкене жұмыс жібін тартып аламыз. Енді мынау жұмыс жібін осы екеуінің арасынан өткізіп, енді былай тоқимыз. Мынау бір баған тұр ғой. Бір баған ортасында өзі ой үңірейіп көрініп тұр, иә? Сол ойыққа кіргіземіз ілмегімізді. Былай тартып аламыз. Тағы да келесі ойық тұр өзі. Әр бағанның, екі бағанның ортасындағы ойыққа ілмегімізді кіргізіп, астынан жіпті іліп, осылай бір-бірінен өткізіп отырамыз. Мінекей келдік соңғы жағынан. Мынау араға саламыз, мына жағынан шығарамыз ілмегімізді. Сөйтіп тағы да біреу өткізіп алдық. Мінекей бір-біріне сәйкес келді. Енді мынау дүниемізді марлы қойып, марлыны сулаймыз жақсылап, тым қылғып, иә. Содан кейін марлыны бетіне қойып, үтікті қатты қыздырмаймыз, сәл ғана қыздырып, үтіктейміз екі жағын кезекпе-кезек. Енді табанын былай тоқып шығамыз. Табан тоқып шықса, енді қабырғасы. Мына жерге баған тоқимыз, екі жіптің арасынан өткіземіз. Осылай. Мына жерде 3 жіп тұр ғой, қатар 1, 2, 3. Астындағы жіпке тиіспейміз, яғни үстіндегі 1, 2. Екі жіптің арасынан өткізіп отырамыз. Осылай. Мына жерге тағы да бір баған тоқып жібереміз. Неғұрлым босырақ тоқыңыздар. Тағы да бір баған тоқимыз. Сонда араға екі баған салып, бір бағандықтан екеу салып, екеу тоқыдық. Сонда бір бағанға екі баған тоқимыз да, сосын бір бағаннан тоқимыз, тағы да бір бағанға екі баған тоқимыз. Қоспаған жасап отырамыз ғой. Мына жерде қоспаған жасаймыз мына жерде. Екеу тоқыдық. Енді екі жіптің арасын жалғаймыз. Бағанаға әдіс сияқты екі жіптің арасынан өткіземіз. Үстемізді ұстап тұрамыз. Келесі, мынау бірінші баған мен екінші бағанның арасындағы, міне, мына жерде қоспаған тұр ғой, соның арасында өз ойық бар. Сол жерден ілмегімізді өткізіп аламыз осылай. Енді міне арасындағы ойықтардан өткізіп отырамыз ілмегімізді.
2 3 мінекей қарасаңыздар, екі баған тұр ғой, екі бағанның арасында міне өз тесік болып үңірейіп көрініп тұр. Сол жерден кіріп отырамыз ilmeğimiz. Сопақша сөмкеміздің қабырғасы осындай болып жатыр. Біз екінші қатарын бітірдік. Енді екі жіптің арасын жалғаймыз бағанаға әдіс бойынша. Бір баған тоқыдық. Екінші баған дәл осылай тоқи береміз. Ешқандай өзгеріссіз. Үшінші қатарымызды да бітірдік. Осындай ешқандай өзгеріссіз, мінекей біз мысалға 4 қатарымыз бізде неше сантиметр болды? 7 сантиметр болды. Бізге қаншалықты керек? Бізге шамамен 20 сантиметр. 20-22 сантиметрдей керек. Маған сөмкеге жалпы 20 сантиметр дұрыс болады. Егер сізге ары қарай көп керек болса, ары қарай тоқи бересіз. 20 сантиметрмен тоқтасаңыз да болады. Ары қарай әркім өз еркімен тоқып көріңіздер. Көрейік, солай. Ешқандай қиындығы жоқ, бір іс-әрекетті қайталай береміз.
қатарымызды тоқып жатырмыз. Соңғы қатарды кішкене тартыңқырап тоқимыз. Соңғы қатардың соңғы бағаны, екі бағанның арасын қалай қосамыз. Бағанағыдай және мынау клапанды кішкене осыған сәйкестендіріп алайық. Соңғы қатарымыздың, бұл бізде соңғы қатар. Соңғы қатарды барынша тартыңқырап тоқуға тырысайық. Екі қатардың арасын жалғаймыз да. Енді сөмкеміздің артын тоқитын боламыз. Ол мына жіптен шамамен 1 метрдей алып кесіп аламыз. Енді 1 метр көп кетпейді, сонда да артығымен. Мынау екі бағанның арасын былай жалғаймыз. Жібімізді шығарып аламыз да, жақтан өткізіп. Не, бағанағыдай дәл ортасынан кіргізіп өткізіп аламыз ішіне қарай. Енді кішкене нөмірлі ілмекпен мынау домалақша тұр ғой. Сол домалақша түйіннің арасынан ілмегімізді өстіп өткіземіз да, соған соның арасынан өткізіп аламыз. Неге сонда? Міне асты да осындай болып шығады. Сөмкеміздің енді сөмкемізге мынау клапанды тігетін боламыз. Ол үшін клапанды осылай қойып сәйкестендіріп аламыз. Екі қатар болса, екі қатардан бір қатардан түсірсек осындай болады. Екі қатардан түсірсек, онда мынандай болады. Бізге бірінші қатар мен екінші қатардың ортасында болған ыңғайлы. Жібіміздің ұшы мына жақта тұр. Соны мына бір шеттен шығарып аламыз.
Клапанмен сәйкестендіріп отырып. Егер сізде клапан жоқ болса, қолдан тіксеңіз де болады. Қолдан тоқысаңыз да болады. Енді жұмысты былай өткізіп аламыз. Клапанның арнайы өзінің тесігі бар. Сол жерден келесі жіпті мына жағынан өткіземіз. Тағы да екінші тесіктен. Енді мінекей жіптің ұшын мына бағаннан өткізіп аламыз. Келесі бағанның екінші жағынан аламыз да жібімізді шығарып аламыз. Тартыңқыраймыз кішкене. Енді тағы да клапанның теріс жағынан. Шамамен 20 сантиметрдей алып кетіп тастаймыз қалғанын. Енді мына жіпті жасырамыз. Осылай астынан өткізіп, жақсылап тартамыз. Бұл өзі кішкене бос тоқылғаннан кейін өзі созылады, сондай сөмке.
Егер сізде осындай түсте жіп болса, кәдімгі, сонымен ақырын тік тастасаңыз болды. Мінекей былай істейміз оны. Дәл осындай түсте ине жіп алып, ең кішкентай көзді, ең жіңішке инені аламыз да, осындай жіппен сабақтап. Ұшын қайтара түйеміз. Енді мынаны былай жасырып тігеміз. Арасынан инемізді өткізіп аламыз. Тағы бір қайтара тігеміз. Енді түбін тағы да 3 рет түйіп, енді мынау кішкентай нөмірлі ілмекпен тағы да 2-3 бағанның арасынан өткізіп жасырып жібереміз. Мінекей енді артық жіпті үстіп алып кесіп тастаймыз, болды. Міне сөмкеміз дайын болды. Енді бұл сөмкенің замогын орнатамыз. Мінекей енді дәл қақ ортасына мынау 2 кішкентай бұрандасын шурупын шығарып аламыз. Одан кейін дәл қақ ортасына шамамен өлшеп, егер көз мөлшермен өлшей алмасаңыз, онда сантиметрлі метрмен өлшесеңіз болады, я? Осылай кигізіп аламыз. Енді қақ ортасынан кигізіп аламыз. Дәл ортасынан көз мөлшермен өлшедім мен. Егер сіз көз мөлшермен қателесетін болсаңыз, онда сантиметрлі метрмен өлшеңіз. Өлшегенің дұрыс. Мына 2 шурупты шығарып алдым. Енді соны мынандай пышақ, менде инструмент жоқ, сондықтан осындай пышақтың көмегімен кіргізетін боламын.
мінекей. Енді түзулеп мына жағын қай жерге сәйкес келеді. Ішінен мынау темірімізді саламыз. Сіздерге көрініп тұр ма? Саласыз да ішіне қарай майыстырамыз. Бұлардың бәрінің орнататын өзінің инструменті болады. Егер мендегі инструмент жоқ болса, амал жоқ, осылай істеуге тура келеді. Осылай екі жағын қайырып темірдің сыртына шығарамыз. Плоскогуб істегендер болады ғой, сондаймен істесе болады, бірақ ол мына жағын қатты қысып, мына жағын аз қалқамасын. Тағы да бір рет. Мінекей, кольцомызды кигіземіз. Екі жағын сәйкестендіріп, мына кішкене бізде артқа кетіп қалған сияқты. Екі жағын сәйкестендірдік. Енді біздің мынандай ременіміз бар. Карабиннің үсті ашып, мінекей сілкеміз дайын. Осындай сөмке шықты бізде. Егер сізге менің мастер-классым ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз.